Қайырлы күн жиналған қауым. Ата-бабадан жеткен халқымыздың тамаша жоралғылары мен дәстүрлеріне құлақ салалық. Зердемізге түйіп, келер ұрпаққа мұра етіп қалдырылса қандай ғанибет болар еді. Наурыз күн мен түннің теңеліп, жерге көкке жан бітіп, жан жануарлар төрдеп, адамдардың аузы көк аққа тиіп, тон жібіп, жирана босанып, қыстан аман шыққан шаруа халқының арқасы кеңіп, қолынан айыр күрегін тастайтын ерекше күн болып саналады. Бүгінгі шараларымыз ары қарай жақсылап өтсін, осындай күндеріміз көп болсын. Бұның негізгі мақсаты біздің түбіріміз кім, қай жерден шыққанымыз, қандай болашақта кім боламыз деген сияқты соның бәрінің жауабы осындай шаралардан өтеді. Соған байланысты мынау өзіміздің түбірімізді іздеп, өзіміздің мекенімізді анықтап, ары қарай салтымызды, дәстүрімізді күнде қолданып, ары қарай дами берейік. Рахмет сіздерге, құтты болсын. Сашу, береке құтты болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Болашақта мәңгілік ел, қазақ елі, ұлы елдердің қатарынан боламыз деп, елбасымыз үндеу тастап, білімді, саналы, өз ұлтының мәдениетін жетік меңгерген, ұлттық нақышта тәрбиеленген қазақ деген атымызды тарихта қалдыратын білімді азаматтар тәрбиелеу жолын көрсетіп, ашып отыр. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, өзіміздің тамаша мәдениетіміз, әніміз, жырымыз, күйіміз бен тарихымызды, тілімізді арқалап жүрмесек, ұлы осынау кең байтақ даламызбен мәдениетімізді мұра етіп, қан мен тер төгіп, еңбекпен бізге жеткізді. Енді осы асыл мұраларымызды көзіміздің қарашығындай, елу елдің қатарынан қалмай, асыл мұрамызды арқалап жетейік ағайын. Thank you.
балқып ақан теуіп қайтпадық па? Олай болса, 7 ата. Бала, әке, ата, арға ата, баба, түпкі ата және де тек ата. Осы 7 атамызды білеміз бе? Жалпы қазақ 7 атасымен мақтанған. Кім 7 атасын біледі? Айтып бере ала ма? Ол не? Көтеріліп, давайте тыңдайық. Бәріңізге сәлем. Менің есімім Айжан, ал менің әкем аты Ержан. Ержанның әкесінің аты Абдурашид, Абдурашидтің әкесінің аты Үсен, Үсеннің әкесінің аты Асан, Асанның әкесінің аты Абдулла, Абдулланың аты Нұрғали, Нұрғалидан кейін Күнжебай, Күнжебайдан кейін Дежубай. Жарайсыз, тамаша. ақ болсын, наурыздың ақша қарындай, басымызға бақ қонсын, шашының әрбір талындай. Санасы кіріп адамның көңілге кес түспесін. Тыныш болсын даламыз, түгел болып нуымыз, таза болсын ауамыз, тұнық болсын суымыз. Қамажайдың бір талы